Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен королевский тортының бисквитін дайындайтын боламыз. Бізге ол үшін жұмыртқа, сұйық май, какао, мак, грек жаңғағы, ұн, жүгері крахмалы және разрыхлитель керек болады. Мен ұнға бәрін араластырып қойдым. Және қант керек болады. Алдымен жұмыртқаның ағуызын миксердің төменгі жылдамдығынан ақырындап миксерлеп, кішкене көпіршіп бастаған кезде қантымызды сала бастаймыз. Қанттың жартысы ағуызға, жартысы сарыуызға кететін болады. Ағуызымызды жақсылап миксерлеп болғаннан кейін сарыуызымызды қанттың қалғанын қосып жақсылап миксерлейтін боламыз. 1 минуттай миксерлейміз. Цветі көтеріліп, цветі ағарғанша осылай ағарады. Және де сарыуызымызды ақуызға қосып араластырып, силиконовый лопатканың көмегімен бір бағытта біркелкі етіп, төменнен жоғарыға қарай бір бағытта араластыратын боламыз. Жұмыртқамыз отырып қалмауы керек. Осылай төменнен жоғарыға қарай бір бағытта жақсылап араластырып аламыз, біркелкі болғанша. Одан кейін осы массамызға сұйық май құямыз. Майдың иісі, дәмі болмау керек. Таза, жақсы сұйық майды құйып араластырамыз. Жұмыртқаға сұйық майды жақсылап араластырып болған соң, ұн, разрыхлитель, жүгері крахмалы араласқан менде мына жерде. Осыны 3 қасықтан салып, аздап салып отырып, араластырып аламыз. Бір бағытта төменнен жоғарыға қарай біркелкі етіп араластырамыз. Араласпаған ұн қалып кетпеуі керек және комок болып түйіршектер қалмауы керек. Осылай төменнен жоғарыға қарай бір бағытта араластырамыз. Жақсылап араластырып болған соң, бізге қайнаған ыстық су керек болады. 3 ас қасық ыстық су құямыз дағыны, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Осы қамырымызды бірдей етіп, мен таразыға қойып 3-ке бөліп алдым. Бірдей 3 бөлікке бөлуіміз керек. 200 граммнан құйдым. Әркімде әртүрлі шығуы мүмкін. 250-200 граммнан бөліп аламыз. 3-ке бөліп болғаннан кейін біріне мак, екіншісіне какао, үшіншісіне грек жаңғағын салып, жақсылап біркелкі етіп араластырып аламыз. Королевский тортында 3 түрлі бисквит болады. Біреуі маковый, біреуі шоколадный, біреуі осы ореховый жаңғақ қосылған. Және 180 градуста 30-35 минут қызып тұрған пешке салып пісіріп аламыз. Осылай 3 коржымыз пісіп шығады. Менің видеомды қарағандарыңыз үшін көп рахмет. Лайк басып, подписаться етеміз. Қош сау болыңыздар.